Мәжіліс депутаттары қалың ұйқыдан атып тұрып, атағынан ат үркейтін әкімдерге ауыз сала бастады. Нақтырақ мәжілісмен Берік Дүйсенбинов елімізде барлық облыс әкімін орнынан алуды ұсынды. Депутаттың пікірінше жаңа Қазақстан әділетті соттан басталуы керек. Егін егіп, мал өсіріп, халықты асырап отырған адамдарға жер берілуі шарт. Бұл ретте мәжілістің жалпы отырысынан шыққан соң депутат Берік Дүйсенбинов журналистерге «Өскеменге барсаң, жердің бәрі Даниал Ахметовтікі» деген мәлімдемесіне қатысты түсінік берді. Аталған шенеуніктер жиынтық образ болып саналады. Осы адамдардың артына 40-30 адамды қоса берсек болады. Бізде 90% әкім өз орнында қалды. Бұл мәселе әкімдердің бәріне қатысты. Кеше ғана $800,000 парамен Жамбыл облысының бұрынғы әкімі Кәрім Көкірекбаев ұсталды. Елге қызмет етуге, халықты ойлауға, оның қамын жеуге тағайындалған әкім осылай істесе, не сұрайсыздар? Менің ойымша, әкімдердің бәрін айырбастау керек. Елдің ішінде халыққа жан ашитын азаматтар көп. Алайда бізде әкімдердің бәрі өз орнында отыр. Сондықтан оларды айырбастамай, ештеңе өзгермейді, деді депутат мәжіліс отырысынан соң. Сөз соңында ол өзінің мәжілісте билікке халықтың мұңын жеткізуге міндетті екенін, сондықтан ештеңеден қорықпайтынын айтты. Қош делік, бұл жаңа қоғам құруға деген ұмтылыс пе екен? Әлде жуырда болатын сайлау науқанына дайындықты бастап, ұпай жинау қамына кіріскені ме? Не де болса, мәжіліс жақтан батыл сындар айтылып, өзекті мәселелер көтерілуде. Ұзағынан сүйіндірсін.